Ең бірінші бізде компьютерный диагностика, одан кейін механикалық диагностика және визуалды диагностика деп қарастырдық. Енді соның ішінде біздің бүгінгі арнайы тақырыбымыз десек те болады, жалпылама алған кездегі біз компьютерлік диагностикаға тоқталамыз. Яғни компьютерлік диагностика деген жаңа не деп айттым? Біз процессор арқылы көліктің электроникалық қатесін іздейміз. Компьютерлік диагностика деген, яғни автокөліктің электрондық басқару жүйелерін арнайы сканермен немесе бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы тексеру дейді. Енді бізде жалпы түсінікті болса, біз енді практикалық системасына көшеміз. Бізде лаунч, яғни компьютерлік диагностикаға арналған лаунч құрылғысы бар. Бұл лаунч құрылғы бізде планшет. Лаунчтың ішінде не болады? Яғни планшет болады. Мынау OBD2 сканер дейміз. Яғни OBD2 бізде трапеция ретінде келеді, 16 пиндік жүйемен жасалған OBD2. Бұл екеуі бір-бірін Bluetooth арқылы оқиды. Одан кейін мына жерде адаптерлары бар. Бұл адаптерлар бізге керек жоқ. Бізге дәл қазіргі керегі планшет пен OBD2. Неге OBD2-ны таңдап тұрмыз? Себебі біздің дәл қазіргі диагностика жасайтын машинамыз бұл Toyota Prius 2018 жылғы гибридный машина. Яғни гибрид дегеніміз бізде қалай? Гибрид тоқпен жұмыс істейді, және оған қоса қосымша бензинді двигательмен жабдықталған. Кеттік олай болса. Мына компьютерный диагностика деп жаңа тақырыпқа кірдік қой. Енді бұның практикалық жүйесін орындаймыз. Яғни біздің алдымызда тұрған қазір Toyota Prius 2018 жылғы жапондық автокөлік. Осы жапондық автокөлікке біз қазір OBD2-ның көмегімен планшет арқылы қатесін анықтаймыз және жоямыз. Енді қараңыздар, біздің алдымызда полный машинаның жай күйі туралы барлық система көрсетілген. Яғни біз анау OBD2-ны қосу арқылы біз машинаның процессоры арқылы машинаның барлық системасына кіріп кеттік. Яғни толық машинаның жүйесі міне біздің көз алдымызда тұр. Енді бізге не керек? Көбінесе бізде бұл агрегат, бізде двигатель агрегат. Яғни бізде іштен жану қозғалтқышының ақауы бізде көбінесе кездесетін. Сондықтан біз осы ақауды таңдаймыз. Яғни дәл қазіргі моментте бізде осы двигательдің ақауы көбінесе қажет болуы мүмкін. Таңдаймыз. Мұнда кодды оқу дейді. Яғни кодтың ақауын оқу, неисправностьті оқу дейді. Соны таңдаймыз. Дәл қазіргі кезде біздің машинамызда не существует кода проблема неисправности. Яғни дәл қазіргі біздің отырған машинамызда ешқандай ақау көрсетілмеген. Деп бізде планшетіміз процессор арқылы машинаның жай күйін сипаттап берді. Яғни именно біздің ДВС-тің жай күйі. Енді балалар, енді қараңдар, мынандай сұрақ туады бізде. Жарайды, біз машинаны таптық, ақауын барлығын, яғни біздің машинада ақауы жоқ екен. Ал егер біз машинаның ақауы болған кезде қандай бізде проблеманы қалай шешеміз деген сұрақ болуы мүмкін. Сондықтан біз қазір не істейміз? Дәл қазір біздің машинамызда ақау жоқ. Енді біз ақау болған кезде оны қалай жоюдың амал тәсілін көріп үйрену үшін біз өздігімізден қазір машинаға ақау береміз. Яғни машинаға ошибка жасаймыз. Ол қалай? Кез келген өзімізге ыңғайлы тұрған машинаның қозғалтқышындағы, двигательдағы кез келген датчик тағып тастаймыз. Өзіміз ақау беру үшін бірінші машинаны сөндіреміз да, машинаны сөндіргеннен кейін барып қандай да бір датчигін ағыта аламыз. Машина сөндір, капоттан біз кез келген ошибканы бере аламыз. Жаңа гибрид деген сөз айттым мен, иә? Гибрид деген яғни қандай? Гибрид туралы да осы жерде мүмкіндікті пайдаланып айта кетейін. Гибрид деген яғни машинада бір дегенде екі жүйемен қозғалады машина. Бұл біріншісі іштен жану қозғалтқышы бензинді, яғни бензиннің көмегімен қозғалтқыш
жұмыс істейді. Кәдімгі 4 цилиндрлі, бір қатарлы іштен жану қозғалтқышы. Және бұған гибрид қосылып тұр. Гибрид дегеніміз не? Гибрид дегеніміз тоқ. Яғни мынау батарея, осы батарея арқылы процессорлармен іштен жану қозғалтқышы, яғни біздің ДВС-тің қасына және бір қосымша тоқпен жүретін аппарат орнатылған. Яғни мынау дегеніміз бізде 40-қа дейін тоқпен жүреді да, 40-тан жоғарылаған кезде автоматты түрде бензинді қозғалтқышқа ауысып кетеді. Бұл автоматты түрде, ешқандай да переключение қолдан механически жоқ. Яғни автоматом гибридта тұрған машинаға оборотты қатты беріп, спидометр 50-ге қарай баратын болса, бұл міндетті түрде бензин қосылады. Енді қараңдар, біз кез келген датчикті қазір ағыту арқылы планшеттен осы машинаның ақауын таба аламыз. Бұл бізде не болуы мүмкін? Біз мысалы мына жерде қазір бір ыңғайлы тұрған бір датчикті ағыта аламыз. Мысалы бізде мынау датчик, бұл распредвалдың датчигі. Міне, распредвалдың датчигі бізде мында орналасқан. Бұның басы фишка арқылы мына келеді. Түсінікті ғой? Сұрақтарың болса, бірден қойып отырыңдар, тоқтап сұрақтарыңа жауап беріп отырамын. Түсінбей қалмаңдар. Міне, фишкадан ағыттық. Фишкадан ағыту дегеніміз, яғни біздің датчик распредваланы мүлдем істен шығарып тастадық. Сонда... Енді соны мен қазір дәлелдеуге тырысам. Яғни мен жаңа біз осыған дейін машинаны оталдырып көрген кезде ешқандай ошибка болған жоқ қой? Көрдік бәріміз, Енді мен мынау фишканы ағыту арқылы, мынау датчик распредвалы. Распредвалдың датчигін ағыту арқылы мен машинаға ошибка жасадым. Енді осы ошибканы қазір біздің лаунчымыз, яғни планшетіміз, мынау процессор арқылы жұмыс істеп, системаға қосылып, мынаны таба алатын болса, онда, яғни біздің лаунчымыз дұрыс істеп тұр деген сөз. Түсінікті ғой? Распредвал дегеніміз не? Выбор системы, отчета о работоспособности. Біз система, яғни системаны таңдау жүйесіне кірдік. Полная система, силовая передача, шасси, кузов дейді. Біз жаңа ошибканы қай жерге жасадық? Именно машинаның қай бөлігіне жасадық біз ошибканы? Дұрыс айтасың. ДВС-қа жасадық, Мотор, яғни ДВС, іштен жану қозғалтқышына жасадық. Бұл бізде қай жерде тұр? Силовая передачада тұр. Енді қараңдар. Модуль контроля двигателя, гибридный контроль, система круиз-контроль, генератор мотора. Қайсысы? Двигательға. Біз двигательға жасаймыз. Өйткені біз жаңа двигательға жасап тұрмыз ғой. Датчик распредвала бізде қайда орналасқан? Двигательде орналасқан ғой, Коробкада тұрған жоқ қой. Сондықтан біз қай жерге орналастырған ошибкамызды именно сол аппараттан іздейміз. Біз двигательдан ошибканы қойдық па, яғни біз соны двигательдан іздейміз. Ол түсінікті ғой, Логично. Кеттік. Двигательді бастық. Міне енді қараңдар. Считывание кодов неисправности, сброс памяти неисправности. Яғни біз кодты оқу дегенді таңдаймыз бірінші. Неге? Өйткені біз анда ошибка беріп қойдық қой. Сол ошибка датчик распредвала мында шығара ала ма, жоқ па, соны қараймыз. Кеттік. Міне қараңдар. Яғни алып шықты бізде. Бағана біз қарадық, ошибка болған жоқ, дұрыс па? Енді қараңдар. Обрыв цепь исполнительного механизма положение распредвала дейді. Яғни біздің датчик өшті, фишкадан шештік, мында автоматты түрде не істеді? Ошибканы алып шықты. Яғни біздің система дұрыс жұмыс істеп тұр, және біз соны таба алдық. Яғни диагностиканың мақсаты қандай да бір машинадағы автокөліктегі ошибканы, ақауды табу, және одан кейін механикалық повреждение болса оны не арқылы, яғни специалист арқылы оны тауып шешімін, одан кейін бұны қайттан жөндеу, одан кейін ең соңында осы лаунч планшет арқылы диагностиканы қайттан жасап, істеп тұрғанына көзімізді жеткізу. Енді міне біз қатені таптық. Яғни бізде обрыв цепь исполнительного механизма положение распредвала. Яғни бізде қозғалтқыштың распредвалдың датчигінің
ақауы бар екенін көрсетті. Біз оны қолдан жасап қойдық. Енді біз ошибканы таптық, бізде машина от алып тұр. Енді біз ошибканы қайттан орнына қойып үшін, замыкание болмас үшін біз міндетті түрде не істейміз? Автокөлікті өшіреміз. Міне панельде автокөлік өшті. Кеттік ары қарай. Жаңа ошибкамыз бізде қайда болды? Жаңа ошибка бізде қайсы? Мейрамбек көрсетші мұны. Датчик распредвала бізде қайсы? Вот міне. Дұрыс айтасың, бұны біз оны жөндейміз. Яғни жөндеу бізде фишкасын тағу. Міне фишка тағылды. Фишка тағылды, яғни біздің ошибкамызды біз таптық және орнына қойдық. Енді автокөлігімізге қайттан ораламыз. Тура жаңағы системаны орындаймыз. Ол қайсысы? Біз автокөлікті оталдырамыз. Зажигание қосамыз. Зажигание қоспасақ, біз машинаны жай күйін анықтай алмаймыз диагностикалық. Машинамыз қосылды. Енді жаңағы код неисправности бізде тұрды ғой. Сол код неисправностиді өшіреміз. Өшіріп тастаймыз. Енді біз қатемізді таптық, оны жөндедік, қайттан сброс жасадық. Міндетті түрде қатені жөндегенден кейін біз системаға кіреміз, сброс жасаймыз. Неге? Өйткені обновление болмаса, бұл ошибка системада қалып қояды. Біз оны өзіміз механикалық түрде обновление жасаймыз сброспен. Егер сброс жасағаннан кейін код неисправностиді қайттан оққанда жаңағы ошибка қайттан шығатын болса, бұл не деген сөз? Бізде механикалық повреждение әлі бар деген сөз. Ал біз обновление жасап, сбросты жасап машинаға, системаға, яғни процессорға қайтадан код неисправностиді ашып оқитын болсақ, бізде код не существует деп шықса, значит біз ол ақауды жөндедік деген сөз. Түсінікті ма? Яғни біздің сабағымыздың басты мақсаты машинадағы ошибканы тауып және оны жөндеу. Ошибка қойдық, ошибканы ағыттық, механический повреждение жөндедік, одан кейін қайттан сброс жасап, біз қайттан тексеріп отырмыз. Міне, өздерің көргендей, не существует кода проблема неисправности. Яғни біз жөндедік. Тура осылай кез келген датчик орнынан кетіп қалатын болса, яғни кез келген датчик істемей қалған жағдайда біз осылай тексереміз. Содан кейін осы диагностика арқылы кез келген машинаның өзінің ақауын табамыз да, оны жөндеуге тырысамыз. Диагностиканың ең үлкен бізге беретін көмегі, біз машинаның бірден қай жерінде қандай проблема болғанын мынау система арқылы тауып біле саламыз. Бұл системаның пайдасы көрінген жерден ана жер болуы мүмкін, мына датчик болуы мүмкін, мына жер болуы мүмкін деп гадать еткеннен гөрі мына планшетқа саламыз да бірден біздің проблемамызды шешуге тырысамыз. Уақыттан ұтасыңдар және ақшадан ұтасыңдар. Түсінікті ғой? Сұрақтарың бар ма? Жоқ. Жақсы. Енді системадан шыға саламыз ғой. Көп болды ма? Көп сөйлеп қойды ғой.